Қайырлы күн, құрметті халайық. Мына желіде марқұм Арман Дүйсенов бауырымыздың жары Айсұлу ханым көптеген мәліметтер беріп жатыр. Далада қалдым, үйім жоқ деген әңгімелер кетіп жатыр. Оның бәрі әрине біздің жүрегімізге батады. Мен миллионердің әйелі емеспін. Менде артық ақша деген болмайды. Мен өзіме қалып беретін едім, бай болсам. Менде туған туысқандарым бар, бауырларым бар, анамның немерелері бар, қазір шөберелері бар деген сияқты. Солардың бәріне айтады ғой қазақта, бір үйге бір адамға нәсіп береді деп. Мен бірақ ол аспаннан түсіп атқан жоқ. Аяқ қолыммен жаңағы біресе ан жаққа ұшып кетем, біресе мен жаққа ұшып кетем. Әндетіп жүріп те, концерт беріп жүріп те, нәпақамызды тауып жүрген адамдарымыз. Оның бәрі әлгі ақша бүйтіп жинап, ақшаны кереметтей қылып жинап атқан жоқпын. Сондықтан да мен үй алып берем деп айта алмаймын. Бірақ мен әкімшіліктің жігіттеріне шықтым. Әкімнің өзін емес, сол әкімшілікте істейтін жігіттермен ақылдастым. Қалай көмек беруге болады? Кезінде Зәкең марқұм талай өнер адамдарына кезексіз үйлерді берген еді. Ол кезде әкімшіліктің балансында үйлер болған екен. Міне, Тасмағамбетов мырзаның кезінде де сондай болған. Баланста үйлер болатын. Осындай қатты қиналған жандарға, еңбегі сіңген адамдар, халықтың адамдарына, көп балалы аналарға үйлер солай берілетін. Қазір ондай заң жоқ екен. Баланста үй жоқ. Сондықтан да біз үйді бере қоймайдау деген әңгіме естідім. Енді менің бір сенетін бір адамым бар. Өздеріңізге белгілі Баян Мақсатқызы. Баянның күйеуі миллиардер шығар. Сондықтан енді бірақ бір жағынан айтады ғой, бір адам байыса, өзі үшін, біреу үшін байымайды ғой. Ол өзінің жан жағында, оның да туған туысқандары бар, жары бар, бала шағасы бар. Сондықтан мен тек Баянға сеніп отырмын. Баянжан, бірдеңе қылып енді бір үй алып беріңіздер. Жартылай ақшасын мүмкін біз жинап, мен енді өзім бере алам, бір екі тойға барып, ақшасын мен сіздерге берейін, көмек ретінде. Бірақ қалғандары бере ме, бермей ме, мен айта алмаймын.